Қайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен Осман Қырғызбаев, дзюдо күресінің ұлттық құрама мүшесімін. Жалпы спорт денсаулық кепілі дей отырып, сіздермен өзімнің жаттығымды бірге жасауға бөлісемін. Бізбен бірге жаттығу жасаңыздар. Сіздер дайын болсаңыздар, жаттығымызды бастайық. Біріншіден ауыр жүктемеге дайын болу үшін жүректі қыздырып оятып аламыз. Бірінші жай қалыпта жүгіреміз бір орында. Осылай 1 минутта жүгіреміз. Жүрек ақырындап қан айнала бастағанын сезген кезде ары қарай жылдамдықты арттыра береміз. Дайын болсаңыздар, жылдамдықты арттырамыз. Бұл жаттығулар жалпы қанды айналдырып, жүректі ауыр нагрузкаларға дайындаймыз. Енді тыныс алу жүйесін қалпына келтіреміз. Осындай жылдамдықтан кейін келесі жаттығуға дайын болу үшін өкпені қалпына келтіреміз. Жалпы восстановление дейді, соны орындаймыз. Ол үшін қолды аспанға көтеріп, терең дем алып, ауа шығарамыз. Достар, енді жүру жаттығына көшеміз. Ол үшін қолды аспанға созып, аяқтың ұшына тұрамыз. Одан бір орында жүреміз. Бұл жаттығы жалпы аяқтың балтыр еттеріне бірден созылған кезде ауыр нагрузкаға дайын болу үшін осы жаттығуды жасаймыз міндетті түрде. Қолды аспанға көтереміз, аяқтың ұшымен тұрамыз, балтырға күш саламыз. Достар, бүгін тек қана жаттығу жасамаймыз. Жалпы дзюдо тарихы, дзюдо күресі қайдан шыққан туралы айтамын. Жалпы дзюдо Жапония елінен шыққан. Ол Зигаро Кано деген адам осы дзюдо күресін өзі ойлап, әдіс тәсілдерін толық жеткізген. Содан бері осы дзюдо күресі жалғасып, әлемдік ареналарда өзінің орнын ерекше көрермендер көп болған спорт түрлеріне жатады. Жалпы дзюдо күресі әлемдік деңгейде өте жақсы дамып келе жатыр. Сіздермен ары қарай жалпы арқа бел еттерін созамыз, аяқтың артқы еттерін, аяқтың сіңірлерін. Ол үшін мына жаттығуды істейміз. Жай еңкейіп, алдыға қолды созамыз, келесі аяқпен созамыз. Бұл жалпы арқа бел еттерін созамыз. Ауыр жаттығуға дайын болу үшін міндетті түрде жасау керек. Омыртқа арасындағы еттерге өте пайдалы. Және бірінші аяққа еңкейеміз, осылай. Ортаға еңкейеміз, алақандарымызды жерге тигіземіз. Сосын сол аяққа жеткіземіз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сосын екі аяқты қосып, қолымызды балтырдан ұстап, ішімізден 10 секунд санап, еңкейіп, бүгіліп ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Құрметті достар, біз сіздермен жаттығымызды аяқтаймыз. Жалпы осы жаттығуларды таңертең күнде әдетке айналдырсаңыздар, сіздерге өте денсаулықтарыңызға да пайдалы болады. Бүгін жаттығумен қатар дзюдо туралы кішкене айтып өттік. Сіздерді жалпы дзюдо күресімен айналысуға шақырамын.
спортпен әрқашанда айналысыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.